Hello everyone, баршаңызға сәлем. Ағылшын тілінде go етістігі көбіне жалғаулармен келеді, немесе қосымша сөздермен. Бірінші жағдайда go ешқандай жалғау, шылау немесе көмекші сөзсіз келеді. Мысалы, go shopping деген жаңағы дүкенге бару, сауда жасауға бару. Go home ешқандай артикль қойылмайды, үйге бару. Go dancing биге бару. Және go for деген қосымша қызметші сөз қосамыз мына жерде. Мысалы, қыдыруға бару, go for a walk. Go for a swim деген жүзуге бару. Go for a run жүгіруге бару. Және go on деп кездеседі. Go on a date дегенде ол кездесуге бару. On деген көмекші сөзді қолданамыз. Go on a date. Go on vacation, go on holiday дегеніміз жаңа отпускке бару, отпускке кету. Go on a cruise деген круизге бару. Және go to church. Go to church деген шіркеуге бару. Go to school ешқандай артикльсіз қолданады. Мектепке бару. Go to bed ұйқыға жату. Және go to a party, яғни вечеринка, кешке бару. Go to a show, шоуға бару. Go to a bar, барға бару. Go to the toilet, мына жерде the деген белгілі артикльді қоямыз. Мысалы, go to the toilet дегеніміз дәретханаға шығу, бару. Go to the hospital, ол больницаға, яғни ауруханаға бару. Go to the cinema, кинотеатрға бару деп қолданылады.